Өмірде ең бақытты кім десеңіз дейді. Ғалымдар айтады, асан мен таң атырған ел бақытты. Анадан тәлім алған қыз бақытты, әкеден бат алған ұл бақытты. Рамазан айы келгенде құрмамен ауыздасқан құл бақытты. Бәріңе нәсіп болсын. Мен келесім жүрегім ауырады. Өшеді ағалар өнерімді көргенде Алла несінен, Алла деген ар емес, Алла деген пенде ештеңке зар емес дейді абай атамыз. Сондан көбірек Аллаға құлшылық жасаңыздар, құрметті бауырлар. Әке деген қандай ардақты есім. Әке асқар тау, бала бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Ана деген қандай ардақ десің. Ана болу қандай қасиет. Соны аналарымыз сыйлап жүрміз бе? Ана иманнан тазалақтар, адалдықтан тектілес шығарған әйел қауымы дейді. Әйел қауымы құрметке лайық. Жолдастарымыз құрметтеп жүрміз бе? Аналарымыз құрметтеп жүрміз бе? Осының бәрі иманда. Иманды адам жүзі, тілі де ашық болады. Сондықтан иманға бет бұрыңыздар.